Сары майдың пайдасы мен зияны. Қазіргі таңда сары май төңірегінде пікірталас көп. Біреулер оны денсаулыққа қауіпті тағам десе, енді бірі сары майды тамақ рационынан мүлде алып тастаудың одан да қауіпті екендігін алға тартады. Сары май минералды заттарға бай тағам. Оның құрамында калий, фосфор, кальций, натрий, селен, магний және марганец бар. Оған қоса кейбір түрлерінің құрамында А, Е және К дәрумендермен қатар В1, В2, В5 және Д дәрумендерінде кездестіруге болады. Сары майдың зияны. Сары май дене салмағы артық адамға әлбетте зиянын тигізетін тағам. Сүт өнімдеріне, соның ішінде сиыр сүтіне аллергиясы бар жандарға сары майды тұтынбаған абзал. Сары майдан аулақ болудың тағы бір себебі оның құрамындағы холестерин мөлшерінің тым жоғары болуы. Сары майдың пайдасы. Әйел ағзасында холестерин жетіспеген кезде бұл оны бедеулікке алып келеді. Оған қоса майды аз тұтыну менопауза уақытын жақындата түседі. Өзінің тамақ рационына қажетті мөлшерде сары май қосқан адамның асқазанындағы кішкентай жаралар жазыла бастайды екен. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға сары майдан бас тартпаған жөн. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Сары май адамның иммунитетін күшейтіп, белсенділігін арттыра түседі. Құрметті оқырмандар, қазақ тілді арнамыздың дамуына үлес қоссаңыздар, біз қуанышты болар едік. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене әрекеттеріңіз бізге үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сары майдың адам ағзасына тигізер көптеген пайдалы қасиеттерін айтатын боламыз. Ағзаға қажетті мөлшері. Сары майдың зияны мен пайдасын бір таразы басына қойсақ, пайдасы басымырақ екендігіне көз жеткізуге болады. Сары майдан мүлдем бас тарту денсаулыққа айтарлықтай зиян тигізеді. Бірақ, егер сіз күнделікті тамақ рационына 30 грамм сары май қосатын болсаңыз, бұл сіздің сымбатыңызға еш қауіп төндірмей, ағзаңыздың сау болуына көмектесетін болады. Адам денесінде қан қоюлық байқалса, таңертеңгі аста сары майды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін ыдыратып жібереді екен. Сары майды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып қана қоймай, қантты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі ретінде есептеледі екен. Әсіресе қазақтар ерте кезден сары майды пайдаланып, буын ауруын емдеп келген. Мұнда буын қабыну ауруына тап болған адамның буынына сары май салынған, қарынды тарту арқылы емдеген. Іші қатқан ересек адамдар мен сәбилерге де сары майды ерітіп ішкізіп отырған. Қазақ шипагерлігінде жара болған орынға сары майды ерітіп жақса, жарақаттың аузын жұмсартып, ауырғанды басып, тез қалпына келуіне көмектеседі екен. Сары май кез келген адамның күнделікті рационының ажырамас бөлігі. Сары майдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майларымен алмастырған жандар неден қорғалады? Сары майдың пайдасы қандай? Жылу мен күш-қуат. Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы болып келеді. Әрине, сары май калориялығы өте жоғары, және де оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерінде өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес, май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Дәрумендер. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы,
шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. Мысалға айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек сұлулығына да кепіл болады екен. Бәріміз де шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады екен. Ми жұмысын жақсартады. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл мен ой өріске зиянын тигізуі мүмкін. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет болып келеді. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау қажет екен. Соңғы кезде Америкада шай мен кофеге сары май салып ішетіндер көбейе бастапты. ақш ғалымдарының соңғы зерттеу нәтижелері бойынша шайға немесе кофеге кішкентай ғана сары май салып жіберіп ішкеннің ағзаға орасан зор пайдасы бар екен. Олар асқазан жарасын болдырмайды. Асқазан жарасы болса жазылуына ықпал етеді. Тыныс алу мүшелерін сырқаттан сақтайды. Тыныс жолы ауруларына таптырмайтын ем болады екен және иммунитетті күшейтеді. Қан тамырларын тазартады. Мидың жұмысын жақсартып, алжудан сақтайды екен. Тамақ саулықта сақтайды. Бедеуліктен сақтайды. Шаш пен тырнақты, теріні нәрлендіреді. Ең бастысы, ағзадағы майдың реттелуіне үлкен әсері бар екен. Ата-бабаларымыз сары майды ертеден қолданған. Оның құрамында А, Е, К дәрумендері ағзамызға өте пайдалы. Кейінгі жылдары сары майдың құрамында холестерин бар деп жемейтіндер көбейді. Алайда бұл азықтың біз білмейтін пайдасы өте көп екен. Дәрігердің айтуынша, дүкендегі сары майды алар кезде қаптамасын мұқият қарау қажет. Егер құрамы деген тұста кілегей деп тұрса, майдың таза екенін көрсетеді. Құрметті оқырмандар, видео пайдалы болған болса, жақындарыңыз бен достарыңызға жіберулеріңізге болады. Және қазақ тілді арнаның дамуы үшін арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыз. Сау болыңыздар.